Сәлем достар, сіздермен керек кеңес арнасы. Тұзды судың ағзаға қандай пайдасы бар екенін білесіз бе? Осы жайында білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Емге керегі тұз, су, лимон. Тұздың емдік қасиеті өте мол. Тамағыңыз жыбырласа, мұрныңыз қышыса, тісіңіз ауырса, көпшілігіміз алдымен тұз сумен шаямыз. Табиғи әрі қауіпсіз тұздың мұнан өзге де ауруларға ем екенін білесіз бе? Шлакты кетіреді. Сіздің ағзаңыз бірнеше жылдан бері улы заттар мен шлакқа толған. Мұны жоққа шығара алмайсыз. Бірақ құтылудың жолдары бар. Соның бірі тұз су. Ішекті тазарту үшін тұз су ішесіз. Емді жүргізуге 1 литр су мен 1 ас қасық тұз қажет. Ыдысқа суды құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң 1 ас қасық тұз араластырып, оттан аласыз. Жылыған кезде шыны ыдысқа сүзіп қойыңыз. Дәмі ұнамаса 2-3 тамшы лимон шырынын қосыңыз. Дайын болған емдік суды 3-ке бөліп, күніне 3 рет ішесіз. Емделу мерзімі 5 күн. Ескеріңіз, ем кезінде әжетхана қағазын қолданбайсыз. Дәретке барғанда тек қана жылы сумен жуыңыз. Егер тік ішектің шығар тұсы қызарып, жайсыздық тудырса, нәрлендіретін крем немесе өсімдік майын жағыңыз. Ем кезінде ішкен 15 стакан тұз су сіздің ағзаңызды шлактан толықтай тазартады. Гайморит пен созылмалы ринитті емдейді. Жарты стакан жылы суға жарты шай қасық тұз араластырыңыз. Тұз еріген соң сүзіп алып, күніне 2-3 рет 1-2 тамшыдан мұрныңызға тамызасыз. Тұз су мұрынның шырышты қабынуын емдейді. Тыныс жолындағы бактерияны өлтіріп, инфекциямен күреседі. Сонымен қатар мұрыннан аққан суды тоқтатады. Артық салмақтан арылтады. Ол үшін ваннаға ыстық су толтырып, тұз араластырасыз. Салқындаған кезде ваннаға түсіп 15 минут жатыңыз. Бұл су қан айналымды жақсартады, ағзадағы артық сұйықтықты шығарады. Жүректі сақтайды. Дәрігерлер жүрек қан тамыр ауруларында суға шомылуға кеңес береді. Өйткені су жүрек бұлшықеттері мен тамырларын шынықтырады, әрі белсенді жұмыс істеуге септігін тигізеді. Жүректі аурудан қорғау үшін құрамы калий элементіне бай тұз суымен шомылыңыз. Қызыл иектің қанауын тоқтатады. Тісіңіз ауырып, қызыл иек қанап бастаса, тез арада тұз сумен шайыңыз. Ол тісті аурудан, қызыл иекті қабынудан сақтайды. Ал құрамындағы кальций тіс эмалін қатайтады. Тіс жегісін қақтан тазалайды. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Осы ақпараттарым сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Рахмет!